Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып қияр. Қияр туралы қызықты деректер. Біздің көпшілігіміз қиярды бір немесе басқа түрде жейміз, ал жалпы алғанда бұл көкөністі жаңа салатты елестету қиын. Сонымен қатар, қияр халықтық медицинада белсенді қолданылады, және оның теріні жасартатын, және оны пайдалы заттармен қоректендіретін қабілеті барлығына белгілі. Кейбір косметикалық препараттар қиярдан жасалған, бірақ олардың негізгі мақсаты әрине жеу. Олар әртүрлі елдердің, тіпті өте алыс және экзотикалық елдердің асханасында кеңінен қолданылады. Қияр туралы қызықты деректер. Ботаниктер қияр мен қауынның бір кездері ортақ тұқымдастардан шыққанын анықтады. Латын Америкасында Эквадор елінде кәдіге дейін өсетін қиярдың ерекше сорты өсіріледі. Бірақ эквадорлық кәді керісінше көлемі жағынан кәдімгі қиярға ұқсайды. Жас қияр жемістері жиі тікенектерімен жабылған. Олар артық ылғалды кетіруге қызмет етеді. Таңертең әр тікенектің ұшында бір дамшы шық пайда болады. Қияр шамамен 95-97% судан тұрады. Тынық мұхитының шалғай аралдарында қияр нағыз нәзіктік ретінде қабылданылады. Аборигенді қиярларды банан жапырақтарына орап, жерге көміп тастайды. Осылайша дауыл немесе егін шықпай қалған жағдайда қор жасайды. Жабайы табиғатта қияр сирек кездесетін жағдайлар қоспағанда, олар шыққан жеріне ғана кездеседі. Әйгілі Египет патшайымы Клеопатра өзінің сұлулығы үшін қиярға қарыздармын деп айтып кеткен екен. Христофор Колумб өзінің саяхаттарында теңізшілердің цинга ауруын қорғау үшін диетасына жаны піскен және маринадталған қияр қосқан. Жаны піскендерде витаминдер көбірек, бірақ тұздылары ұзағырақ сақталады. Бұл әсіресе алыс қашықтыққа жүзуде маңызды. Ежелгі мысырлықтар қиярды басқа бағалы сыйлықтармен бірге перғауындардың қабірлеріне қойған екен. Қияр маскасы ісінуден құтылудың және бет өнін жақсартудың ең оңай және ең тиімді әдістерінің бірі болып есептеледі. Алғаш рет қияр мәдениетте 6000-нан астам жыл бұрын пайда болады. Адамзат Месопотамиялық өркениет дәуірінен бері қиярды жеп келеді. Ал қияр алғаш рет ежелгі Үндістанда дақыл ретінде өсірілді. Ежелгі римдіктер мыңдаған жылдар бұрын өз жылыжайларында қиярды жыл бойы өсіріп, оны тұздады. Әлемдегі алғашқы қияр жылыжайлары салған солар болып есептеледі екен. Француз императоры Наполеон Бонапарт та қиярды жақсы көретін. Ол тіпті ұзақ әскери жорықтарда осы көкөністерді сақтаудың жолын ойлап тапқан кез келген адамға қатты сыйлық беруге уәде берген. 1 килограмм жаңа піскен қиярдың құрамында небәрі 150 калория бар. Біріккен Араб Әмірлігінен келген араб селекционерлері қиярдың шаршы түрін жасап шығарды. Оларды ұзақ қашықтыққа тасымалдау оңайырақ және оңай. Айтпақшы, Жапонияда төртбұрышты қарбыздар дәл осындай мақсатта өсірілді. Гректер ең көне киелі орындардың фрескаларында қиярды бейнелеген. Емдік тағам ретінде бұл көкөністерді Теофраст және Диоксарид ұсынған. 27 шілде халықаралық қияр күні. Бір өсімдік 25-тен 125 қиярға дейін өседі. Егер қияр жеткілікті ылғал алмаса, піскеннен кейін жемістер ащы болып шығуы мүмкін. Қиярдың құрамында күндік қажеттіліктерден болған көптеген витаминдер бар. Бұлар В1, В2, В3, В5, В6, С витаминдері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманда мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар, қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Қиярдың пайдалары өте көп. Ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу керек. Кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болуының қаупін төмендетеді. Сонымен қатар
Қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бірқалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безіне инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс диабетикпен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілімі таңдайының арасында 30 секундқа қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып бөлмеге қойылады. Қияр көптеген ауруға қарсы күреседі. Ағзадан зиянды заттарды шығарады. Қиярдың 95% судан тұрады. Ал су ағзадағы зиянды заттарды шығаратынын білесіздер. Сонымен қатар, бұл көкөністің құрамында дәрумендер көп кездеседі. Егер сатып алған қиярыңыздың ешқандай химикатсыз өсірілгеніне сенімді болсаңыз, сыртын тазаламай қойыңыз. Өйткені ол С дәруменіне өте бай. Диета ұстаған кезде жеуге болады. Артық салмақтан арылғысы келетін жандарға жеуге болады. Қиярдың құрамында көмірсулар мен майды қалыпты ұстайтын тартуран қышқылы кіреді. Тері мен шашыңызға да пайдалы. Теріңіз күнге күйіп кеткен жағдайда қиярды қолданыңыз. Көкөністі тазалап, теріңіздің күйген жеріне қойыңыз. Осындай жолмен сіз қабынудың алдын аласыз. Егер теріңізді ағартқыңыз келсе, онда қиярдан маска жасаңыз. Қиярдың құрамында кремний мен күкірт шашыңыздың өсуіне де көмектеседі. Қиярдың өзіңіздің ас мәзіріңізге қосуды ұмытпаңыз. Целлюлитке қарсы күреседі. Целлюлитке шалдыққан адамдар суды көп ішу керек. Ал қиярдың құрамында ағзаның зиянды заттарын тазартатын су мөлшері өте көп. Қияр ең ежелгі көкөністі өсімдіктердің бірі. Ол 3000 жыл бойы танымал. Ол кәді, самсар сияқты асқабақ тұқымдас бір жаздық дақыл. Орта ғасырда гректерден славян халықтар қияр деген атты алғаны белгілі. Гректердің аугорос, огурец, аорос сөзі піспеген, пісіп жетілмеген деген мағынаны береді. Жаңа жыл санауымызға дейінгі 5000 жыл бұрын осы аймақтарда өсіре бастағаны белгілі. Осы аймақтардан жерорта теңіз елдеріне, батысқа да, шығысқа да тарала бастаған. Ертедегі Египетке, гректерде, римдіктерде қияр өсіруді әдеттегідей қарапайым жұмыс деп есептеген. Олар қиярды дәмді тағам деп санаған. Қиярдың емдік шипалық қасиеттерін антик дәуірінде ақ білген. Гиппократ жас қиярдың жемісін өкпе ауруын емдеу үшін тағамға көбірек пайдалану пайдалы деп есептеген. Қияр жемісіндегі пайдалы калий элементі 148 мг/% адам ағзасының артық су мен ас тұзын шығаруға әсерін тигізеді және жүрек тамыр жүйесінің нығаюын күшейтіп жақсартады. Қияр жемісін тағамға пайдаланғанда атеросклерозға толысып семіруге, қан қысымының көтерілуіне қарсы қолдануды ұсынады. Сондай-ақ асқазанын жеңілдетіп босатуға, өт пен зәр жүргізуге жақсы әсерін тигізеді. Адам ағзасының буындарына тұз жиналғанда қиярды бал немесе қант қосып тағамға пайдалануды ұсынады. Қияр жемісінен алынған жас шырынды ішу де өте пайдалы. Қияр жемісінің шырындағы болатын органикалық қышқылдары басқа дақылдардың құрамынан кездестіруге болмайды. Сондықтан осыны ертедегі римдіктер зәм-зәм суына теңестірген екен. Қиярдың шырыны туралы айта кетейік. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Мысалға, 10 ғасырда жазылған «Прохладный Ветроград» атты орыс кітабында қиярдың шырыны өте пайдалы деп айтылған. Халық медицинасында ішек асқазан шаншып ауырғанда тыныштандыратын, әрі ауруды басатын дәрі ретінде қияр шырынын ұсынады және шеменді жүрек ауруларына байланысты ісінгенде емдеуге пайдаланылады. Жоғары тыныс жолдарына жөтелге қарсы қияр шырына бал қосып ішкенде жақсы әсер тигізетінін анықтаған. Ал Кавказ халықтарының медицинасында пісіп жетілмеген қияр жемісінің сабағы мен жапырақтарының қайнатпасымен сары ауруды, бауырдың ауруын емдеуге ішуге ұсынады екен. Қияр тұқымдарының қайнатпасын бүйрек және қуық ауруларын емдеуге сүргі дәрі ретінде пайдалануға кеңес береді. Жас қияр шырыны емдік сақтандырғыш және әдемі сәндік дәрісі ретінде жоғары бағаланады. Бет терісін ағартуға, уыл жұтып, тонысын жақсартып,
оған күліңгіріп барқыт түс беруге әсерін тигізеді және осымен қатар бөртпелерді, секпілдерді, безеулерді, пигмент дақтарын жоюға жақсы әсерін тигізеді. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, арнамызға тіркеле кетіңіз. Лайк басып және достарыңызға бөлісе кетіңіздер. Видеомызды толық қарап шыққан адамдарға шынайы алғысымызды білдіреміз.